Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте дәмді пицца жасайтын боламыз. Қамыры өте жұқа, жұп-жұмсақ болып шығады. Қамырын дайындау үшін ең алдымен біз жылы су, сүт, сұйық май және қант, тұз, ашытқы және 2 қасық ұнымызды салып, жақсылап тұрып барлығын бір-бірімен араластырып аламыз. Және де оны 15 минутқа қойып қоямыз, кішкене көтерілгенше. Кейін ашған қамырымызға осындай қалған ұнымызды қосып, біркелкі қамыр пайда болғанша жақсылап тұрып илеп аламыз. Кейін илеп алған қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Көтерілген қамырды осылай алып, бірнеше бөліктерге бөлесіздер. Описаниеде ингредиент жазылған ингредиентте 4 қамыр шығады. Мен 2 қамырға илеген болатынмын. Кейін осы қамырды дөңгелекше етіп, жұқа дөңгелекше етіп жайып шығамыз. Кейін қамырымызды жайып алғаннан кейін ыдысымызға салып, бетіне соус құятын боламыз. Пиццаға арналған арнайы соус құйсаңыздар, не болмаса томат пастасы мен майонез араластырылған соус құйсаңыздар да болады. Одан бұрын қамырымыз осылай қамырмен тесіп алуды ұмытпаңыздар. Соусын құйып, кез келген салманы жағып шықсаңыздар болады. Менде сыр мен колбаса болды. Сіздер қызанақпен де, не болмаса тауық етімен де сырды араластырып жасасаңыздар болады. Кез келген салма, өздеріңізге ұнайтын салмамен. Осы пиццамызды қызып тұрған 180 градуста қызып тұрған духовкаға 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне осындай өте керемет, өте жұқа, өте пиццамыз дайын болды. Ас болсын.